Қайырлы күн баршаларыңызға, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен бірге жасалу жолы өте оңай, өте дәмді болатын, әдемі көрінетін осындай меренге руль жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп жасап көріңіздер. Ең алдымен бізге 4 жұмыртқаның ақ уызы керек болады. Ақ уызын сары уыздан жақсылап бөліп аламыз. Ешқандай сары уызы араласып кетпеу керек. Және де мен осында қант ұнтағын қолданамын. Қантты қолдансаңыздар да болады, бірақ оны алдын ала су қосып ертіп алу керек. Негізінде қант ұнтағын пайдаланған жақсы. Осылайша барлығын қант ұнтағын аз-аздан қоса отырып, араластырып, жұмыртқамыздың ақ уызын осындай көпіршітіп ағартып аламыз. Осы кезде біз осындай лимонный кислота қолданатын боламыз. Лимонный кислотаны қасықтың ұшымен кішкене ғана қосамыз. Кішкене қосып болған кейін тағы да араластырамыз. Жақсылап ағарып, көбейіп, өз формасын ұстағанша араластырып аламыз. Және де тағы бір ескеретін жайт, біздің ыдысымыз, яғни басында ақ уызын бөлген кездегі ыдысымыз, миксеріміз толығымен тап-таза болу керек және құрғақ болу керек. Ешқандай су тиген, судың ізі болмау керек. Ол кезде біздің осындай белогымыз, яғни ақ уызымыз өз формасын ұстайтындай болып көпірмейтін болады. Мінекей ақ уызымызды толығымен миксерлеп болдық. Мінекей ақ уызымыз венчиктен, яғни миксерден түсіп тұрған жоқ. Ыдысымызды төңкерсек те ол ыдыстан ешқандай түспейді. Өз формасын ұстап тұр. Өз формасын ұстап тұрған кезде біз осындай кукурузный крахмалды алып, үлкен қасықпен 1 қасық қоссаңыздар болады. Мен кішкентай қасықпен 3 ас қасық қостым. Осылайша 3 ас қасық қосып, араластырып бір миксерлеп аламыз. Миксерлегенде көп миксерлемейміз, бір 5-10 секундтай ғана миксерлеп аламыз. Мінекей біздің осындай ақ уызымыз дайын болды. Енді келсек бізге форма керек. Форманың үстіне пергамент қағазын немесе осындай фольганы төсейсіздер. Және үстіне ештеңе жағудың қажеті жоқ. Осының үстіне біз дайын болған ақ уызымызды құйып шығамыз. Және барлық жеріне жететіндегі форманың жайып шығатын боламыз бір тегіс қылып. Енді қызып тұрған пеште 150 градуста 25-30 минут көлемінде пісіріп аламыз. Піскенін біз беті кішкене болып сарғаяды, қатады, сол арқылы білетін боламыз. Осы уақытта енді крем дайындайтын боламыз. Бізге сливка керек болады. Сливкемізді құйып, оның үстіне осындай творожный сыр саламыз. Және де сахарный пудра салып, жақсылап араластыратын боламыз. Ең алдымен жай жылдамдығына бастап, одан кейін жайлап көбейте береміз миксердің жылдамдығын. Осылайша 5-7 минут көлемінде миксерлейміз. Бізде осындай әдемі формасын ұстайтын крем шығатын болады. Мінекей біздің меренгіміз пісіп шықты. Бет осында кішкене сарғайған және қытырлық болып тұр. Және осыны формадан алып қоямыз, фольгасына аламыз, суытатын боламыз. Ыстық кезінде крем жақпаймыз, креміміз еріп кететін болады. Суығаннан кейін барып крем жағамыз. Осылайша кремді барлық айналалы шетіне тиетін еғіп, жан жағына тиетін еғіп жағып шығатын боламыз. Бір шетіне ораймыз. Орағанда асықпай орайтын боламыз, өйткені бұл сынғыш болады, яғни бетін бәрі қытырлап тұрған екен сынғыш болып тұрады. Бірақ ортасы өте жұмсақ, әдемі болып піседі. Осылайша бір шетінен жайлап алып орап шығамыз. Енді өз қалауыңызша бетін сәндесеңіз болады. Мен осы қалған креммен бетіне кішкене узорлар салып шығамын. Осы меренге рулетіңізге керекті заттардың барлығын мөлшерін төменде описание бөліміне жазып кеттім. Соқа өтіп көрсеңіздер болады. Енді мен бетіне осындай майда шоколадтар қойып шығамын. Және де мандаринмен сәндейтін боламын. Өз қалауыңызша басқа клубникамен және кивимен сәндесеңіздер де өте әдемі көрінетін болады. Мінекей біздің осындай өте жұмсақ, өте нәзік болып шығатын, сырты қытырлақ, іші жұмсақ болып шығатын меренге рулетіміз дайын. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта тағы жаңа рецепттермен бөлісетін боламын. Соңына дейін көргеніңізге көп рахмет.